Сәлем оқырман. Бүгін эфирде Айсұлтанның Қытайға барғанын талқылады. Және де бәрінің білуінше ол Мөлдір үшін. Бірақ бүгін еңлікпен Айсұлтанды талқылады. Кімде қандай сезім бар, қалай ойлайсыз? Ал Айсұлтан мен Мөлдірдің хикаясына келсек, жалғасама деп еді. Бірақ өкінішке орай ма, әлде жақсы жағынан ба, ештеңе өзгермеді. Айсұлтан мен Мөлдір қосылған жоқ. Ол шешім шыны керек тек қыз тарапынан болу керек. Себебі Айсұлтанның басты себебі Қытайға барғаны. Сол Мөлдірді қайта қаратып алу. Ол қолынан келмеді, қызымыздың шынымен де көңілі қалғаны керек. Айсұлтан гүлімен барғаны керек, бірақ Мөлдір қайтарып жіберді. Ал енді көптеген екеуінің жазулары бар. Кім не деп жатыр оқып көрейін. Мөлдір болса командамен жұмыс жасап жатқан соң, әр күніміз пландалып қойылған. Ал енді кездестеп жатқан жанда. Біз ол адаммен нүкте қойып қойғанбыз. Егер қалып қалған әңгімелер болса, кездесіп сөйлесуге болатын еді. Сіздер де менің шын бақытты болғанымды қалайды деп ойлаймын. Өзімнің қаламаған адаммен болашағымды құрғым келмейді. Сол үшін жабылған қазан жабулы күйінде қалса деймін. Ал Айсұлтан болса барлық сұраққа бір жауап деп нақты нүкте қойылғанын айтты. 5 күндік жалған өмірде кім қандай болса да жақсы сөз айтуға болмай ма? Сіздің өміріңізге ешкімнің зияны тиін жатқан жоқ қой. Ертең көзді ашып жұмғанша өмірден өтетін уақыт келеді. Неге соған дейінгі уақытта жай ғана бақытты өмір сүрмеске? Барлық нәрсені оңай қабылдайық, ештеңені қиындатпаңыз. Кешірімді болыңыз, өмір сүре білгенге күшті, дейді Айсұлтан. Солай енді сіздер қалай ойлайсыз? Мөлдір жалпы Қытайға не үшін барғанын айтты. Менде жауапкершілік көп деді. Отбасым, клиенттерім, жеке өмірім. Бірақ ол үшін мен еңбектенуім керек. Ауырдым, талдым деп жата бере алмаймын. Өйткені тек 1 ай уақытым бар Қытайда. Клиенттеріме аман есен жеткізіп, абыроймен үйге қайтуым керек. Инстаграмнан барлығы оңай әдемі болып көрінеді ғой. Бірақ көбісі сырттағы көрінбейтін нәрселерді байқамайда қалады. Соңғы ситуацияларға байланысты маған өте үлкен хит кетті. Барлығын ішімде сақтап ауырып талып та қалған кездерім болды, деді Мөлдір. Солай енді барлық хикаяның соңы осы шығар енді. Өз ойларыңызды жазыңыздар енді.